Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, қазір трендте жүрген бургер, суши дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі, дәмді, кез келген ингредиентпен, кез келген өздеріңіздің қалаған салмаларыңызбен жасап жесеңіздер болады. Алдымен күрішті осылай пісіріп дайындап қойған болатынмын суға. Енді піскен күріштің үстіне уксус құйдым, жарты шай қасық. Үстіне тұз салдым, 1 шай қасықтай, және 1 шай қасық шекер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менде әлі күріш ыстық болып тұр. Салмаларын салып жатқан кезде оған дейін суиды. Енді 1 ыдысқа мұздай су құйып, үстіне ұн салып, осылай венчиктің көмегімен біркелкі сұйықтық шыққанша араластырамыз. Ендігі кезекте керекті заттар: нори жапырағын алдым, дүкенде сатылады, және күріш дайындап пісіріп алдым. Краб таяқшаларын турап алдым, огурцты 4 бұрыштылап осылай турадым, және консервідегі балықты дайындадық. Кляр дайын бізде. Панировочный сухари керек. Осындай домалақ форма керек, қолмен жасасаңыздар да болады. Творожный сыр, майонездің кез келген түрі, соевый соус және бальзамический соус қажет болады. Алдын ала осылай ыдыстарға салып дайындап қойған өте ыңғайлы. Енді менімен бірге жасауға кірісіңіздер. Нори жапырағын осылай ыдысқа төсеп, формамызды қойып, жаңа айтып өткенде қолмен жасасаңыздар да болады. Ең бірінші піскен күрішімізді осылай нығыздап орналастырамыз. Үстіне консервідегі балықтарды салдым. Тағы да айтып өтейін, кез келген салманы салсаңыздар болады. Үстіне творожный сыр салдым. Творожный сырды көбірек салған өте дәмді болады. Творожный сырдың үстіне туралған огурцты да саламыз. Шамалы қолмен нығыздаған дұрыс. Енді горчичный соусты жақтым. Тағы да айтып өтейін, майонезді де пайдалансаңыздар болады соустың орнына. Ең соңында тағы да күрішті салып, осылай нығыздап шамалы. Форманы алып тастаймыз. Және нори жапырағымызды осылай сулаймыз. Суламасақ жабыспайды. Міндетті түрде сулап, шет-шетін осылай домалақтап орап шығамыз. Бір суши бургерге 2 нори жапырағы қажет болады. Осылай керісінше аударып, тағы да нори жапырағын сулап, тағы да ораймыз. Сонда ішіндегі салмаларымыз шашылмайды. Осы кезде майды шамалы қыздырып дайындап аламыз. Алдында дайындап қойған клярды тағы да араластырып, бургерді осылай клярға малаймыз жақсылап.
және панировочный сухариге осылай аунатамыз. Енді қызып тұрған майымызға бургерімізді салып осылай қуырып аламыз. Екінші шетінде аударып қуырамыз. Міне біздің бірінші бургеріміз дайын. Тағы екінші түрін көрсетейін. Бірінші күрішті саламыз міндетті түрде. Айтып отырмын, кез келген салманы салсаңыздар болады. Огурцы салдым. Творожный сыр міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Менің каналымда жылдам әрі тез дайындалатын тағамдардың, тәттілердің рецептері өте көп. Мына жерде жаңа балық салған болатынмын. Енді бұл жерде балықтың орнына краб таяқшаларын салып, үстіне піскен күрішті салып, формамызды алып, тағы да сумен нори жапырағын сулап ораймыз. Және екінші нори жапырағына бургерді керісінше аударып, тағы да міндетті түрде сулап, жақсылап, домалақтап орап шығамыз. Басқа рецепттерде әрине авокадо, балықтың етін салып жатады. Бізде дүкенімізде жақын маңда ондай салмалар жоқ екен. Сол себепті барымен дайындаймыз. Клярды тағы да араластырып аламыз. Және үстіне бургерімізді осылай жақсылап батырып, панировочный сухариге аунатамыз. Қызып тұрған майға осылай екі шетін аударып қуырып аламыз. Міне біздің ішіндегі салмалары екі түрлі. Өте дәмді суши бургеріміз дайын. Мен сіздерге ортасынан бөліп, кесіп көрсетіп жатырмын. Үйден дайындаған әрине өте дәмді және көп көлемде шығады. Міне осындай болып шығады. Өте дәмді болады. Мынау балықпен жасалған түрі. Және осының үстіне бальзамический соус құямыз. Енді осы суши бургерімізді соевый соусқа батырып жей береміз. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаймыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.